Москвич 412. Астанадан Алматыға көлікпен бара жатырмын. Ұзақ жол, ұшы-қиыры жоқ, сайын дала. Ата-бабамыздың ұрпағына мұра етіп қалдырған осынау байтақ жерді қорғау, келер ұрпаққа аманат ету бүгінгі әрбір қазақтың мойнындағы асыл борышы һәм уайымы болуы тиіс. Бізге ең әуелі тыныштық керек, ұрпағымызды көбейту қажет. Сосын ол ұрпақты білімді де, иманды, ұлтжанды, намысты етіп тәрбиелеу ләзім. Сонда ғана ертеңімізге алаңдамауға болады. Әйтпесе, талай ойдың жетегінде отырмын, санам ойда ой қууда. Кенет небір зуылдаған джиптердің арасында баяу ілбіп бара жатқан москвичке көзім түсті. Москвич 412. Бұл жануар көзден ғайып болғалы қай заман. Ішіндегі жүргізуші қандай сезімде отыр екен? Бәлкім, өзіне осындай көлік бұйырған үшін тағдырынан алып отыр болған болар. Бәлкім олай емес те шығар. Кеңес заманы. Ауылымызда алғаш рет москвич көлігі пайда болды. Көрші-қолаңның бәрі құттықтаған болып көлікті көруге келіп жатыр. Шаңды бұрқыратып ауылға кірудің өзі қандай ғанибет, нендей сурет. Ішінде отырған адам құтты ұшаққа мінгендей сезімді бастан кешетін. Машинадан түсе сала төрт дөңгелегін теуіп кілтін айналдыра ысқырған күйі үйіне кіретін. Сөйлей қалса әңгіменің бір ұшын айналдырып әкеліп өзінің көлігіне тіретін. Бір сөзбен айтқанда бақыттан басы айналатын. Ал қазірше москвичін алысқа қойып мектепке жаяу келетін ұстаз жайлы айтып берді өткенде бір танысым. Сонда деймін, кеше есін мақтанышқа бөлеген бұл көлік бүгін неге оны бақытсыз етіп отыр? Адам сол адам, машина сол машина. Өзгерген адам санасы ғана. Демек барлық проблема санамызда. Айналамызда болып жатқан дүниеге көз қарасың аса маңызды. Не ойлайсың, қалай ойлайсың, қай қырынан бағалайсың, сол сені бақытты яки бақытсыз ететін фактор. Санасын ойын басқара алатын адам қаранан жесе де бақытты. Ал олай болмағандары су жаңа дөңкеген қымбат джип мінсе де зәулім сарайларда тұрса да бақытсыз. Қызғаныш пен күншілдік. Алла тағала адамға қызғаныш сезімін босқа бермеген. Кішкентай бала ата-анасының ойыншықтарынан қызғанады, қорғайды. Демек бұл әр адамның табиғатында бар қасиет. Қызғанышты орнымен қолдансаң, ол қорғаныш. Анаңды, жарыңды, қызыңды, қарындасыңды арам пиғылды еркектерден қызғану адам қасиеті. Ал бойында мұндай қызғаныш өлген адам ар намыстан жұрдай ынжық деген сөз. Отаныңды, жеріңді, қазақ руханиятын басқа жұрттың басып жаншуынан қызғану ұлы қорғанысқа жатады. Қызғаныш қасиетінен айырылған халықтың ең әуелі ұлтына деген махаббаты жойылады. Өйткені махаббат пен қызғаныш құстың қос қанаты іспеттес. Бірі жоғалса, екіншісі табиғи жолмен санадан ағысып, бойдан шығып кетеді. Сөйтіп махаббат пен қызғанышы құрған жұрт табиғи адалдығынан айырылады. Қоғамда әділетсіздік пен пайда-күнемдік үстемдік құрады. Жойдасыз қиянат басталады. Бүгінгі қазақ халқының мыңдаған жылдар жер бетінен жойылып кетпей, осы ғасырға аман жетуі бойындағы қызғаныш қасиетін сақтай білуінде. Мысалы, жырау Дулат Бабатайұлы Ақжайлау мен Сандытас атты жырында адамның қонған қонысы, аққан бұлақ сай салаң, шытырман тоғай айналаң, мендей сені қызғанар, бауырыңда өскен бай балаң, көл қорыған қызғыштай, сен десе салам бай балам, деп жырласа қаламгер Сафуан Шаймерден ит ашуы хикаясында былай деп жазады. Лезбай атты қойшы күзеуге көшіп бара жатып қара тонын жұртта қалдырады. Қойшының Марғау атты деген ақылды иті жұртта қалған тонды айналшықтап кете алмай елсіз далада қала береді. Қарлы боранда тастың ығын паналап аш бүрілермен алысып небір нехмат көшеді. Сөйтіп жыртық тонды қорғап 5 ай алпарысады. Аңға шыққан біреу жолықпағанша ақылды ит қу далада қара тонды басқадан қызғанып жата берер ме еді? Кім білсін? Қазақстанның жер асты қазба байлықтарын картаға түсіру ісіне Қаныш Имантайұлы Мәскеудің тікелей тапсырмасынан тағайындалады. Сәтбаев 4-5 ірі кен орындарын әдейі картаға түсірмей жасырып қалады. Оның себебін сұраған орыс ғалымдарына, мұндағы кеніш тым терең жатыр. Оны өндіру үшін мол қаражат, мықты техника керек. Оны өндіретін уақыт әлі алыста деп жауап береді. Кейін өзінің сырласы саналған Әлкей Марғұлан мен Мұхтар Әуезовке әлгі кен орындарын әдейі картаға енгізбедім, ұрпақтарымызға байлық керек шығар, деп ағынан жарылған екен. Міне бұл қызғаныш сезімін дұрыс бағытта қолдану. Ал қызғаныш сезімін жөнсіз қолданып, басқаның жеткен жетістігін, жиған байлығы мен атақ мансабын күндеу үлкен күнә, жаман қылық. Мұндай сөзге бой қалдырған адам әманда құзға құлайды. Құранда қызғанған сәттегі күншілдердің кесірінен сақта, дену бойын
күншілдік билеген пенденің қандай жаманшылықтарға баруы мүмкін екендігін ескертіп кесірінен сақтандырады. Іблісті шайтанға айналдырған Қабылғай Әбілді өлтірген бауырларына Жүсіпті құдыққа тастаған да осы қызғаныш сезімі. 1990 жылы шілдеде Шәуілдірдің аудандық мәдениет үйінде сол мерейтой жиын өткізіп жатқан еді. Шәмшіге залдағылардан көптеген сұрақтар түсті. Олардың біреуінде: «Шәмші аға, творчестволық жолыңызда сіздің ренжіткендер болды ма?» деді біреу. Шәмші елең етті. Мұны сұраған кім екенін білгісі кеп залға қарап еді, белгілі біреуді көре алмады. Сонда да болса ойланып қалды. Осы бір ұзақ жолында кімдер ренжітті оны, кімдер кедергі жасады? Мені біреу бақытты етті десем, оным өтірік. Ешкім ренжітпеді десем, оным да өтірік. Мен өз өмірімде қанша ән салсам, сонша жылағанда болуым керек. Солардың ішінен есімнен кетпейтіні, қазақ радиосын басқарған бір жігіт сіздер ұнатып айтатын арыс жағасында мен бақыт құшағындағыны қабылдатпай, сол әндердің бағын байлағысы келгені. Соны ұмыта алмаймын, деді Шәмші. Абылай хан өлер алдында Бұхар жауды шақырып алып: «Уа шайыр, бұл өмірде менің 3 өкінішім бар, тыңдап ал» деген екен. Біріншісі: көп қан төктім. Мен төкпесем, дұшпан менің қанымды төгетін болды. Екінші: халқыма жердің емшегін емзе алмадым, қалакен салғыза алмадым. Үшіншісі: елдің басы бірікпеді, тентегі озбыры көп болды, депті Абылай хан. Деді Шәмші күрсініп. Абылайша 3 өкініш болғанда, ондай нәрсе менде болмаушы ма еді? Қызғаныштың құрбаны болып кетіп барамын. Сол өкініш. Оразбек Бодықов, Шәмші Қылдайықов туралы жыр кітабынан. Қызғанышқа бой алдырған пенде айналадағы танымайтын адамда емес, өз жақындары мен аралас-құралас кісілердің жетістігін, артықшылығын қызғанады. Үшін өрт жалады, ұйқысы бұзылады. Оның ойлағаны қызғанған адамның бойындағы артықшылық. Ол өз басынан бұйырмаса да басқаның артық нығметтен айырылуын тілейді. Тіпті сол үшін түрлі әрекетке барады. Тілегені болып жатса, бойын қуаныш кернейді. Мұндай рухани дертке шалдыққан пенде өз басындағы қуанышты көре алмайтын соқырға айналып, өмірдің бар қуанышынан қағылады, жүйкесі шығарып, ауруға шалдығады. Күншілдіктен құтылу жолдары. Кез келген адамда күншілдік сезімі бар. Мысалы, ішіңізде біреудің дәулетіне, атақ мансабына деген қызғаныш сезімі оянып, мазаңыз қашты делік. Мұндай сезімді имани терең саны арқылы оңай жеңуге болады. Мына сұраққа жауап беріңізші. Сіз көрілмаушылық танытқан сол пәленшенің дәулеті мен атақ мансабын берген кім? Әрине, Алла. Ендеше сіз оны қызғану арқылы Алланың оған қатысты үкіміне берген ризалығына қарсы шығып тұрсыз. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Алланың нығметінің де дұшпандары болады, деп еді сахабалар. Олар кімдер деп сұрайды. Алла елшісі: Алланың құлдарына берген нығметтерін қызғанатын пенделер, деп жауап берді. Байқадыңыз ба, күншілдіктің иманыңызға қалай көлеңке түсіргенін? Осыны терең түсінсеңіз, қызғаныш жүрегіңізге қонақтамайтын болады. Екіншіден, кез келген дәулет, атақ мансап үлкен сынақ. Оның хайырлы не хайырсызы бар. Оны бір Алланың өзі біледі. Жаратушы кейде бір құлын мол нығмет, үлкен мансаппен жазалайды. Сондықтан хайырлы яки хайырсыз екені беймәлім дүниені қызғанудың түкке де қажеті жоқ. Үшіншіден, кез келген нығмет, атақ мансап уақытша. Олай болса, өтпелі пәни нәрсе қызғануға тұрмайды. Төртіншіден, қызғанған адамыңызға: уа Аллам, пәленшеге нығметіңді одан сайын арттыр, екі дүниесін хайырлы береке ете көр, деп игі дұға жасаңыз. Игі дұғасы бар жүректе қызғаныш тұрмайды. Ақылдасу құндылығы. Келісіп пішкен тон келсе болмас. Мақал. Эмоцияның ықпалына түспей байсалды әрекет етіп, дұрыс шешімге келудің бір жолы ақылдасу. Лайықты адамдармен ақылдасуды өмірлік дағдыға айналдыра білген адам нағыз парасатты тұлға. Араб тілінде амандасуды истишара дейді. Бал арасының неше түрлі гүлдерге қонып, олардан нәр жинап, оны омартаға әкеліп балға айналдыру әрекеті де истишара етістігінің түбір сөзінен шыққан. Байқағанымыздай, ақылдасу мен бал жинаудың ұқсастығы бар. Өйткені бал арасы тәрізді ақылдасқан адам басқалардың келелі кеңесін тыңдап, өз пайымын өткізіп, тиімді пайдалана біледі. Құранда ақылдасу жайлы. Сондай-ақ олар рабыларының үндеуін қабыл алып,
оған қалтқысыз мойынсұнады. Намазды толы оқиды және барлық істерін өзара кеңесе отырып істейді һәм өздеріне берілген ризықтан ізгілік жолында жұмсайды делінген. Осынау аяттан байқағанымыз, Алла тағала ақылдасуды иман, намаз, зекет секілді құлшылық қатарына жатқызған. Ұлы жаратушы ақылдасудың маңыздылығын білу үшін олармен әр істе кеңесіп тұр, деп Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сөзіне сахабалармен ақылдасуды бұйырған. Атам қазақ, келісіп пішкен тон келте болмайды деген. Пайғамбарымыз бір хадисінде өзара ақылдасып кеңескен қоғамда Алла тағала ең дұрыс һәм пайдалы шешім қабылдауға бағыттайды деген. Неліктен? Өйткені ақылдасу арқылы бақытқа адамдардың білімі мен тәжірибесін, білікті мамандардың кәсібилігін пайдалану мүмкіндігі туады. Мәселені бір қырынан емес, жан-жақты қарастырса, қателік мейлінше азаяды. Сондай-ақ әр адам өзі көре алмайтын, байқамай қалатын соқыр тұстарда болады. Міне, кеңесу арқылы осы кемшіліктер жойылады. Лайықты адамдармен ақылдасу нәтижесінде қабылданған байсалды байламда эмоцияның ықпалы аз, нәтижесі көп болмақ. Біз ақылдасудың пайдасын білсек те, іс жүзінде оған көп мән бермейміз. Өз тәжірибемде ақылдасуға атүсті қарап, эмоциямен қабылдаған шешімдері мен жасаған істерім көбінесе опық жегізген екен. Ал тәжірибелі адамдармен, білімді мамандармен асықпай ақылдасып, жан-жақты зерттеп, елеп, екшеп барып, байсалды әрекет еткен істерім нәтижелі, хайырлы болды. Ақылдасуда мына жайтты ескерген жөн. Ақылдасқан адамның пікірі мен кеңесін айна қатесіз бірден қабылдауға болмайды. Айтылғанда өз ой елегінен өткізіп, шешімге ақыл мен көңілін әбден тоқтағаннан кейін барып әрекет ету қажет. Ақылдасу нәтижесінде қабылдаған байлам жайлы күмәнданбаңыз. Тәуекел етіп, нәтижесін бір Аллаға тапсырыңыз. Алда-жалда сіз күткендей нәтиже болмаса, оған өкініп қайғырмаңыз. Ешкімді кінәлаушы болмаңыз. Хайырлысы деп нәтижеден сабақ ал да алға қарай ұмтыл. Кемелдік бір Аллаға ғана тән. Қазақтың бас адамдары. Әуелі сіздер адаспаңыздар. Адаспас үшін ақылдасып, ойланып, ынтымақпен іс істеңдер. Ахмет Байтұрсынұлы. Басқалардың эмоциясын бақылаңыз. Адамдардың көңіл күйін түсіретін, оларды ыңғайсыз жағдайға қалдыратын, жағымсыз эмоциясын оятатын әрекеттерден аулақ болыңыз. Мысалы, жұмысын дұрыс атқара алмаған қызметшіні бүкіл ұжымның көзінше сөкпеңіз. Ұрпақ сүйе алмай жүрген адамдардың жанында сәбидің тәттілігі жайлы айтып, балаңызды аймалап сүймеңіз. Жасы келсе де әлі тұрмыс құра алмай жүрген танысыңызға көпшіліктің ортасында қашан тұрмысқа шығасың деп сұраушы болмаңыз. Мұндай сұрақ оны ыңғайсыз жағдайға қалдырып, көңіл күйін түсіреді. Өкініштісі, біздің қоғамда осы қателік жиі ұшырасады. Мұндай сұрақтардан мезі болған көптеген қыз таныстары жасалған отырыстан қашады. Бұл сұрақты ең жақын деген адамы жанашырлықпен мәселені шешуге көмектесу мақсатында сырласып сұрауға болады. Көбісі кері кетіп, дағдарысқа ұшыраған адамның жанында кәсібіңіз дамытып жатқанын айтушы болмаңыз. Мүмкіндігінше айналаңыздағы адамдардың қызғаныш сезімін қытықтайтын әрекеттерден аулақ болыңыз. Абайдың өзіңде бармен көзге ұрып, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден дегенін әр кез есте ұстаған жөн. Жетістік пен қуанышыңызды кез келген адамға айтпаңыз. Жүсіп сүресінде Жақып пайғамбар балаларына қалаға барғанда барлығың топ болып бір қақпадан кірмеңдер, бөлініп бөлек-бөлек қақпадан кіріңдер деп ескертеді. Жақып пайғамбар балалары бөтен қалаға топ болып бір қақпадан кірген жағдайда жергілікті халықтың оларға назары ауып қызғануы мүмкін екендігін ескертіп, қауіп-қатердің алдын алуға тырысқанын байқаймыз. Қазақта мынадай даналық сөз бар. Құс қанша биікке ұшса да, оның әуелі қанаты емес, мойны талады. Ал жылқы қанша ұзаққа шапса да, оның тұяғы емес, белі талады. Ал адам қанша жерден жігері мықты, қанша жаны сірі болғанымен, көңілі бос, жүрегі нәзік келеді. Ендеше адамның көңіліне тиюден абай болыңыз. Сыни ойлау қабілеті. Ақыл мизан, өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста, мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойлап құлаққа іл. Абай. Таным негізінде күмән жатыр. Сократ. Кідіріс жасай білу дағдысы адамға еркін ойлауға мүмкіншілік беретін ең қажетті қасиет. Байсалды бола білген адам ғана өз мүмкіншілігін толық пайдалана алады. Ал күйгелек жандар тап болған оқиғалар ықпалымен, эмоцияның әсерімен
жөңкіліп жүре береді, басын тауға да тасқа да ұрады. Мұндай адамдар сыни, креативті жүйелі, стратегиялық тұрғыдан ойлануға қауқарсыз. Кез келген ақпаратты ой елегінен өткізіп, істеген мәліметтері сыни тұрғыдан бағалай білу, тап келген оқиғаның астарына үңіліп талдау жасау қабілеті аса маңызды. Фактілердің дұрыстығын тексеру, қосымша мәлімет іздеу, байсалды түрде жан-жақты талдау жасау сыни оларға жатады. Бүгінгі таңда әлеуметтік желіде тараған ақпараттың дұрыс-бұрыстығына көз жеткізбесте мәселенің байыбына бармай жатып әрекет ету салдарынан өздері оңбай айрандап өзгелердің обалына қалып жатқандары қаншама. Адамдардың арасындағы кикілжің, түсінбеушілік, араздылық негізгі себебі ақпаратты тексермей оған сенуден туындайды. Құранда уа иман келтіргендер, егер сендерге әлде бір күнәһар адам қандай да бір хабар жеткізсе, оның анық-қанығын біліп алыңдар. Әйтпесе білместікпен әлде бір қауымның обалына қалып, артынан істеген істеріне өкініп жүресіңдер делінген. Өкініштісі, бүгінгі таңда сыни тұрғыдан терең ойламай әлеуметтік желіде қалай болса солай ешбір жауапкершіліксіз пікір білдіру де кең етек алып отыр. Мысалы 2020 жылы елімізде COVID-19 вирусы тарай бастаған алғашқы айларда кейбір кісілер бүкіл әлем дүрлігіп жатқан індетті әлде біреулердің саяси ойыны, мұндай ауру атымен жоқ нәрсемен жұртты қорқытып жатыр деген секілді алып қашпа әңгімелер айтып тарата бастады. Көп адам осындай негізсіз әңгімеге сеніп қалғандықтан қамсыз жүрді. Ақыры аурудың растығына сенуге мәжбүр болды. Бірақ көп өтпей билік әдейі ұшақпен вирус шашқандықтан ауру өршіп кетті. Тәрізді фейк ақпаратқа иланып, оны таратушылар пайда болды. Ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін ең әуелі оны таратқан дерек көзге назар аудару қажет. Сосын басқа сенімді дерек көздерден тексеріп, ол жайлы өзге мәліметтерді салыстырған жөн. Ақпараттың логикалық жағына мән беріп, терең ой елегінен өткізу керек. Қажет болса тақырыпқа қатысты бір мықты мамандардың пікірін білу артық етпейді. Сосын бәрінің басын қосып талдау сыни ойлаудың негізгі өлшемі болмақ. Елімізде мыңдаған адам лотерея ойындары мен түрлі қаржылық пирамиданың құрбаны болуда. Түнімен менің энергиям қуаттаған құтты әмиянды сатып алсаңыз материалдық жағдайыңыз жақсарып кетеді деп жарнама жасаған кейбір мотиваторлардың сөзіне сеніп әлгі әмиянды сатып алған мыңдаған адам бар екенін білгенде таңқалдым. Ендеше мұндай оңай олжа уәде еткендердің бұл ісі әрине алаяқтық. Олар әртүрлі әдемі әңгімелермен елдің сеніміне кіреді де сосын оңай олжаны уәде ету арқылы адамдардың әлсіз тұсын пайдаланып кетеді. Сондай-ақ адамның көбі ақ әулие, сары әулие секілді алаяқ емші, бақсы балгерлермен де түрлі теріс сектаның құрығына ілінуде. Алданған жандардың көбінде фактілерді тексеріп, ақ-қарасын ажырататын сыни ойлау қабілеті мүлдем қалыптаспаған. Анау айтты, мынау айттыға сеніп, ақшасынан айырылып, опық жеп жатқандар қаншама. Сыни ойлай алмаған адамды кез келген көлденең көк атты алдап кете береді. Абай Хакім ғылым таппай мақтанба деп басталатын өлеңде халықтың сыни ойлауға шақырып, оның негізгі ережелерін көрсеткен. Ақыл сенбеңіз, бір іске кез келсеңіз, ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты, ақыл менен жеңсеңіз, надандарға бой берме, шын сөзбенен өлсеңіз. Аят хадис емес қой, күпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Абай бұл жерде кез келген істі ой елегінен өткізіп, ақыл құптамайынша сенбеуге шақырады. Ақпарат адамның абырой беделіне, танымалдылығына сеніп, күдіксіз қабылдау психологияның қате екендігіне назар аударады. Мейлі ақсақал, бай айтса да сын елегінен өткізуге шақырады. Өкінішке қарай қоғамда танымал адамдардың жарнамалары мен таратқан ақпаратына шүбәсіз сеніп, аяғында оқ жеп жатқандардың жиі байқаймыз. Абай осы өлеңнің жалғасында ақпараттық растығын тексермей жатып, мазмұнын сараптамастан бірден қабылдаудың тағы бір психологиялық қырына назарымызды аударады. Ақмақ көп, ақылды аз, деме көптің сөзі бұл. Жақынның сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме, дадандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөзгерме, сізге айтамын қаупім бұл. Абай Хакім көпшіліктің ығына жығылып, тексерусіз, ойсыз әрекет етуге итермелейтін тобырлық психологиядан сақтандырады. Расында көппен көрген Ұлытой секілді мақалды алға тартып, көпшілік жасаса күмәнсіз дұрыс деген көңілмен ұрынып қалатындар аз емес. Өмірде болсын, әлеуметтік желіде болсын, өзіндік пікірі жоқ, көп пайда болса, сол жаққа қарай ойсыз жүру қате. Сондай-ақ көбінесе кісі
сырттағы танымайтын адамдарға қарағанда жақындары мен таныстарының сөзін ой елеңнен өткізбей бірден қабылдай кетеді. Жақынына деген құрмет, танысына деген сенім ақпаратты тексерусіз қабылдауға түрткі болып жатады. Абай жоғарыдағы жолдарда осы айтылған танысқа шүбәсіз сеніп қалу психологиясына назар аударады. Алданып қалғандардың көпшілігі іші бауырыма кіріп кетті, сенбеске амалым қалмады деп жатады. Бұл қате. Тәжірибе көрсеткендей, қаржылық пирамидаға алданған кісілердің көбі таныстардың сөзіне сеніп әрекет еткендер. Таныстық, жақындық біздің сыни ойлауымызға, істі ой елегінен өткізіп талдауға кедергі келтірмеуге тиіс. Сыни ойлау осы екен деп болмашы нәрселерге орынсыз шұбаланып, тым күдікшіл мінезге ұрынбаудан абай болған жөн. Кез келген нәрсені сараптағанда тепе-теңдік сақтап, байсалды ой елегінен өткізу қажет. Сыни ойлау мен сынды жөнімен айтудың қажеттілігі жайлы Шәкәрім Құдайбердіұлы былай дейді. Кім айтса да сынамай қойма жаным, ақылыңа сыналып ойла жаным, пәлен шекем айтқан сөз дұрыс қой деп жүректің таразысына жойма жаным. Тегіс тексер сөз көрсең сыр мен сынын, түзетуге имен бе тапсаң мінін, әдеп сақта жалғызақ қате деп бұлшылдатып дей көрме, білсең шынын. Креативті ойлау қабілеті. Адам миы көбінесе қауіпсіздікке ұмтылып, дағдыланған қалыпты істі, шаблондық жұмысты таңдауға бейім. Ал креативті ойлау бұл бір істі ойланудағы немесе мәселені шешуде стандарт шешімінен бөлек түрлі жолдарды қарастыруға білу қабілеті. Әдеттегі қалыптан шығып еркін ойлау, мәселенің шешімін өзгеше ұсына білу кісіні жетістікке жетелейтін маңызды фактор. Елдің бәрі жасап жатқан жаттанды істі басқаша орындап, тұтынушыларға өзгеше өнім ұсына білу көп жағдайда кәсіпкерді табысқа кенелтеді. Мысалы, Стив Джобс 2001 жылы тұтынушыларына 1000-ға жоқ аудиотаспаны шағын ғана плеерде тыңдау мүмкіндігін ұсыну арқылы жаңалық ашты. Нәтижесінде әлем бойынша iPod өніміне деген сұраныс артты. Apple компаниясы 2007 жылға дейін 110 миллион плеер сатып үлкен табысқа кенелді. Кейіннен смартфонға айналдыру арқылы тұтынушыларына тағы да креатив өнім ұсынды. Ал телефон саласында баяғыдан келе жатқан Nokia компаниясы мұнда іске бара алмағандықтан дағдарысқа ұшырады. Кез келген адамның креативті ойлау мен шығармашылық қабілетін дамытуға әбден болады. Бастысы бас қатырып еркін ойлауға дағдылану арқылы миды жаттықтандыру керек. Балаларды жастайынан проблемадан қашпай мәселені өздігінен шешуге, еркін ойлауға баулыған дұрыс. Балам екеуміздің арамызда болған мұндай қарапайым оқиғаны мысал ретінде ұсынып көрейін. Бір күні балам Хамзаның көңіл күйі жоқ, басы салбырап, әлде бір нәрсені уайымдап отырғанын байқап қалдым. Жанына барып, балам, неліктен көңіл күйің жоқ, қандай мәселе деп сұрадым. Әке, мұғалімнің үйге берген тапсырмасын орындап үлгермей қалдым, сондықтан мектепке бүгін бармай-ақ қойсам деп кемсеңденді. Балам, сен кез болған проблеманы шешудің бір ғана жолын таңдап тұрсың, дұрыс проблемадан қашып тұрсың. Бүгін мектепке бармасаң, ерте мұғалім неге келмедің деп сұрайды. Бұған жауап беру үшін өтірік құрастыруға тура келеді. Екіншіден, бір күндік сабақтан қаласын, үлгерімің нашарлайды. Бұл саған тиімсіз. Демек, сен проблемадан қашу арқылы бірнеше проблеманы тауып аласың. Балам, шахмат үйірмесінде қатысып, жарыста неше рет жүлделі орынға ие болдың ғой. Иә, олай болса шахмат ойынын өмірде қолдану қажет. Қалайша? Шахмат ойынында сен тек қана алға жүре бермейсің, немесе бірден ойынды тастап қашпайсың. Қарсыласының шабуылынан қорғанасың. Қиын жағдайға тап болсаң, одан шығудың түрлі жолын іздейсің. Кері шегінесің, қажет болса кейбір тастарыңды жегізіп, негізгі фигураларыңды сақтап қалуға тырысасың. Міне, өмірде шахмат ойыны сияқты. Кез келген қиыншылықтан шығу үшін, кедергілерді жою үшін ең тиімді жолды іздеп табуға тырысуың керек. Яғни байсалдылықпен бас қатырып ойлану қажет. Бір мәселенің өзін әртүрлі қырынан шешуге әрекет ету керек. Әдеттегі қалыптан шығып, өзгешесіне ұмтылуға тиіссің. Түсіндім, әке? Түсінсең мектепке бар. Бірақ мұғалім берген тапсырманы орындамағандықтан ол проблема күйінде тұр. Ендеше ол проблеманы шешудің бірнеше нұсқасын қарастырайық. Мысалы, сыныпқа барылы салысымен өзің бірінші бол мұғалімге үй тапсырмасын орындап үлгермей қалғаның үшін кешірім сұрайсың. Ол қылықтың орнын міндетті түрде толтыратыныңды айтасың. Мұғалім саған түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Екінші нұсқасы. Мұғалімнің WhatsApp-на дәл осы айтқан нұсқаны жазып жібересің. Үшіншісі, анаң мұғалімге телефон соғып тапсырманы орындай алмауының себебін айтып, ертең орындап баратыныңды жеткізесің.
Рахмет, әке. Креативті ойлау қабілетін жетілдіру жолдары. Бірінші, сүйікті ісіңізді істеңіз. Хобби. Адам өзінің сүйікті ісін істеп, уақыттың қалай өткенін байқамаған кезде керемет креатив ойлар туады. Махаббат пен креатив қатар жүреді. Бірі болмаса, басқасы да болмайды. Сондықтан идея қажет болып, жұмысыңыз бір орында тұрғалап қалса, бас қатырып отыра бермей, жаныңызға ләззат, жүрегіңізге шаттық сыйлайтын іспен айналысыңыз. Оны хобби десек те болады. Креатив дегеніміз жан мен қиялдың еркін ұстай самғауы. Ал құс тордың ішінде қалай самғайды? Сондықтан өзіңізді жұмыс не белгілі бір орынмен шектемеңіз. Шынайы ләззат алатын ісіңізбен айналысыңыз. Сол кезде келетін ойдың креативті болатынына өзіңіз де таңғаласыз. Екінші, тынығыңыз. Еңбекте қандай береке болса, демалыста да сондай пайда бар. Кейде жақсы ойлар ештеңе ойламай тынығып жүрген сәтте келеді. Ал бір нәрсенің шешімін табамын деп бас қатыра берсеңіз, оның шешімін табуыңыз екі талай. Тынығудың маңызын ұққан Экхарт Толле көпшілік ғалымдардың креативті дүние тудыра алмауы олардың ойланбауынан емес, керісінше ойлауды бір мезет тоқтатып кідіріс жасауды білмегеннен болады деген. Бәлкім сіз қажет керемет креативті ой көлікте, ел-жел аралап жүргенде немесе қызара батқан күнге қарап отырғанда келіп қалар. Сондықтан креатив жетпесе, бір істі ысырып, тынығып алған абзал. Үшінші, жаяу жүріңіз. Стэнфорд университеті өз зерттеуінде көп жаяу жүретін адамдардың қиялы ұшқыр, ойы тапқыр болатынын анықтады. Жаяу жүрсеңіз, 20 минуттан кейін көшеде емес, өзіңіздің жан дүниеңізде жүріп барып жатқанда күй кешесіз. Миыңыздың бір қуысында жасырынған идея мен білім ортаға шығады. Төртінші, ақылдасыңыз. Ақылдасуда пайда бар. Кейде мәселеге тым жақын қараған адам оның шешімін көре алмайды. Лабиринттің ішінде жүрген жанның лабириинттен шыға алуы екі талай ғой. Сол секілді лабиринтті сырттай толық көре алатын адамдармен ақылдасқан абзал. Кез келген мәселеде осы тәсіл ұтымды. Бір мәселені түрлі жастағы, түрлі ойдағы адамдармен ақылға салсаңыз, өз ойыңызға келмейтін шешімдерді біле аласыз. Сондықтан ақылдасудан қашпаңыз. Келісіп пішкен тонның келте болмасы анық. Дәл солай келісіп шығарған шешім креатив болары рас. Бесінші, кітап оқыңыз. Креатив идеяның қайнар көзі кітап екені бәріне аян. Әр кітап түрлі тағдыр мен бір өмірден хабар береді. Сондықтан сан алуан тақырыптағы әр түрлі авторлардың кітаптарын оқыңыз. Кітап беттерінде небір креатив олардың үлгісі бар. Алтыншы, саяхаттаңыз. Бұйырғының ғұламалары, өнер тапқыштары саяхатшы болып жаһанды кезуі бекер емес. Әлемнің бір бұрышында отырып жаңалық ашамын, креативті дүние жасаймын деу қисынсыз. Саяхаттаған адам өзгеше ойлау мен басқаша қараудан шыққан талай дүниелерді тамашалайды, түрлі мәдениет пен дәстүрге куә болады. Ал мәдениет пен дәстүр талай жылғы креативтің жемісі емес пе? Сондықтан креатив ой жинаймын деген адам жиһанкез болып ел көріп жер аралап тұрғаны жақсы. Жетінші, көрмелерге барыңыз. Креативтен іздеуіңіз керек. Әр өнер адамы түрлі құбылыстан креатив іздеп тапқанын туындысына қосады. Сондықтан креативке қол жеткізудің ең қысқа жолы қолөнер немесе сурет көрмелерін аралау. Тіпті болмаса дизайнерлік тың дүниелерді, жаңаша шешімдерді жариялайтын журналдарды қарауды әдетке айналдырған пайдалы. Сегізінші, театрға барыңыз. Театрға соңғы рет қашан барып едіңіз? Спектакль бізге уақытты кері айналдырып, адам жанына үңілуге мүмкіндік береді. Сол оқиғалардың арасында өзіміз жүргендей әсер аламыз. Кейіпкердің қуанышына шаттанып, қайғысына мұңайып, рухани байымыз. Көкжиегіміз кеңейеді. Спектакльдің өзінен, актерлардың ойнау шеберлігінен, режиссердің оқиғаны біреудің креативті шешімдерінен шабыт аламыз. Сондықтан театрдың босағасын жиі аттағаныңыз абзал. Тоғызыншы, классикалық әуендерді тыңдаңыз. Классикалық музыка мидың дамуы мен шығармашылықтың өрлеуіне әсер ететін ғылыми дәлелдеген. Сан ғасырлар тарихы бар классикалық музыка адам жанының тереңдегі перделерін шертеді, жүрек қылын тербетеді. Қазақтың күйін тыңдаңыз. Күй деп аты да айтып тұрғандай, астарындағы айтылмақ ойды, көңіл күйді табуға тырысыңыз. Моцарт пен Бетховеннің заманын көзбен көргенде күй кешіретін тамаша әуен тыңдасаңыз, креатив ойлар пайда болады. Ол әуендер сізді қолыңыздан жетектеп, креатив ойлар ошағына алып барады. Сондықтан классикалық әуендерді тыңдап тұрған жөн. 10-шы, өзгерістен қорықпа, жаңашылдыққа құмар бол. Осыған дейін айтылған 9 кеңесті жарамсыз етуі мүмкін бір сезім бар. Ол қорқыныш. Өйткені ми әрдайым бірінші кезекте
қорғанысты әрі ең оңайын таңдайды. Қорқыныштың ең күшті түрі бейтаныс пен беймәлім нәрсе алдындағы үрей. Ғалымдар ми үшін бір нәрсенің нәтижесі жаман болатынын білгеннің өзі белгісіздіктен жақсы дейді. Кез келген креатив шешім эксперимент саналады, ал эксперименттің нәтижесі қашанда белгісіз. Сондықтан адам баласы өзгеше дүние жасағысы келеді, бірақ өзгерістің алдындағы белгісіздіктен қорқады. Бұл құбылысқа күнделікті өмірде де куә бола аламыз. Мәселен, адам баласы мейрамханаға тамақ ішуге барғанда көбінесе бұрынғы орнына қайтадан отыруға таңдайды. Өйткені түпсанама ми сол орын бұрын қауіпсіз болған, демек тағы да қауіпсіз болады деген шешім шығарады. Қорыта айтқанда, креатив деген жаңашылдық, ал бұрынғы әрекетті қайталай беріп, басқа нәтижеге күту ақымақтық. Сондықтан адам баласы ми мен түпсанада пайда болған алғашқы таңдауға әрдайым күмәнмен қарауы керек. Қандай да бір шешім қабылдарда бұл нәрсені басқаша қалай кеме жасай аламыз деген сұрақты өзіңізге 3 рет қойыңыз. Сонда шыққан үшінші жауап креатив болады.